Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрік сериалдарынан көретін көше тағамдарының бірі симиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бала кездерімізден түрік сериалдарын көріп өстік қой. Сол кездерде ойлайтынмыншы, тек қана түрік елдері ғана жасай алады осы симитті. Болмаса түрік елдерінде ғана сатылады деп ойлайтынмын. Сөйтсем, бұл симиттің рецебін барлық әйелдердің қолынан келеді екен. Ендеше видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең әуелі бірінші ыдысымызға жылы суымызды құйып алып, үстіне қантымыз бен ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ таза ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнымызды електен өткізіп болдық. Енді ұнның ортасын ашып, тұзымызды саламыз. Одан кейін барып, үстіне сұйық майымызды құйып, артынан суды құйып, бәрін жақсылап қасықпен араластырамыз. Қасықпен араластырып болғаннан кейін қолмен қамыр илеп бастаймыз. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Енді қамырымыз столға немесе қолға жабыспағаны дұрыс. Енді бос ыдысқа ішіне майымызды жағамыз. Одан кейін ішіне қамырымызды салып, бетін целлофанмен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Жақсылап көтерілуі қажет. Енді қамырымыз дайын болғанша, күнжітті жақсылап сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Міне жақсылап қуырып алдым. Енді бөлек ыдысқа салып, сиропымызды дайындап бастаймыз. Сиропымызды дайындау үшін бізге 100 грамм суға үстіне 2 ас қасық балды салып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Суымыз қатты ыстық емес, қатты мұздай емес болғаны дұрыс. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Енді қамырымызды илеп, 2-ге бөлетін боламыз. Бізге осы көтерілгені де жеткілікті. Мінекей қамырымызды 2-ге бөлдік. Ол екінші 2-ге бөлгеннен кейін ол қамырды да 2-ге бөліп, бір жартысынан 4 қамыр, екінші жартысынан 4 қамыр шығарамыз. Сол кезде барлығы 8 симит шығатын болады. Енді симитті дайындап бастаймыз. Қамырымызды алып, үстінен алақанмен жақсылап басып шығамыз. Арасындағы шариктер болады ғой, соны үстінен басып, ауасын шығаруымыз керек қамырдың. Енді қайтадан қамырымызды жақсылап біріктіріп бастаймыз. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз.
Енді толықтай семиттің өзін дайындайтын боламыз. Ол үшін алдындағындай қамырымызды алып, алақанмен тағы да жақсылап басып шығатын боламыз. Ауасын шығаруымыз керек. Қамырымызды алақанмен басып болдық. Енді қамырымызды осылай жинаймыз. Видеодағыдай етіп жасаймыз. Мінекей семитіміз де дайын. Енді балды сиропымызға салып, жақсылап шомылдырамыз. Одан кейін кунжутқа салып, араластырып аламыз. Духовкамыздың ытысына салғаннан кейін 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Кішкене көтерілу қажет. Мінекей 10 минуттай тұрды. Енді қызып тұрған пеште 190 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне семитіміз де дайын болды. Мен осы семит дайын болғанша 20-25 минут өткенше мен қалған 4-еуін дайындап бетін жауып қойдым. Олар да көтеріліп дайын тұр. Енді сол 4-еуін салып 190 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің семитіміз де дайын болды. Әдемі болып шықты. Дәмін енді сіздерге сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Әсіресе сүт қосылған шаймен, бестің шайы болсын, таңғы астың шайымен болсын, жесеңіздер тіптен керемет болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Каналыма лайк қойып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлайым. Қош сау болыңыздар.